Бұл екі континентті қосатын көпір. Бір жағы Европа болса, оң жағы, сол жағы Азия болып саналады. Осы екі жерде мемлекет екі континент қосылады. Мостыны, мына көпірді жапондықтар салыпты. Өте ғажайып, биік, ортасында тірегі жоқ десе болады. Мына Стамбулға қаласын қарасаң, танысып жатырмыз. Шетелдіктер туризм өте көп екен, өте жақсы дамыған. Енді мынау мостқа келетін болсақ, біздің Атырау қаласында да осындай бір көпір бар. Азия мен Европаны қостырады деген көпір бар. Енді сол көпір жөнінде бір сөз қозғағым келіп отыр. Егер ол көпір Азия мен Европа қосатын болса, онда тарихта қалай болған? Тарихта ол Атыраудың ар жағында Астрахан жатыр, қазақтың ежелгі жері. Саратов, Шылғабыл, Челябинск, Омск, Томск деген сияқты. Олар сонда Европа жерінде болған ба бұрын тарихта? Әлде тарихты өзгертіп, жерді шекарасын өзгерткен ба? Бұл қалай? Оның ар жағында түрік тілдес жерлер Башқұртстан, Татарстан жатыр. Егер Сібір жаққа қарай алатын болсақ, Сібір мемлекеттері жатыр. Оның ішінде Тыва, Бурятия деген сияқты. Менің ойымша, бұл Европа деген Украина ма, Польша ма, сол жақтан басталу керек. Бұл жақтың барлығы жаңағы шығыс Азия жерлері болу керек деп ойлаймын. Восток деген бар. Біз жаңағы Востокқа жатамыз, жаңағы Татарстан болсын, Тыва болсын, Бурятия болсын, барлығы Восток жері деп саналады да. Әрі қарай Дальний Восток деген жер бар. Мысалы. Сондықтан осыны тарихта жердің шекарасын әлі зерттеу керек, құпиясын ашу керек шығар деп ойлаймын. Енді өздеріңіз осы жерде комментарий жаза кетерсіздер, кім не ойлайды.